Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Қатты дауыл. Тымық кеш болатын. Иса шәкірттерімен арғы жағаға өтпекші болып, қайыққа отырғанда, көл жай барақат тыныш жатқан еді. Күн ұзағына тыным таппай, қатты шаршаған Иса дереу ұйықтап кетті. Табан астынан тау жақтан күшті жел соғып, кішкентай қайық асау толқындар арасында ағаштың жаңқасындай ойнақшыды. Жігіттер ескектермен дауылға қарсы күресіп жатқанда, Иса ұйықтай берді. Дауыл күшейе түсті. Толқындар қайық ернеуінен асып, ол суға тола бастады. Дауылға еті үйренген балықшылар тез арада қорқа қоймайтын. Бірақ осы жолы олар өздерін құрайтындай сезінді. Осындай кезде ұстаздары қалай ғана ұйықтап жата алады? Ұстаз, біз құрайтын болдық, деп олар айғайлап оны оятты. Иса тұрды да, ұлыған желге, аспанға шапшыған толқындарға тынышталыңдар, деп бұйырды. Сол сәтте ақ дауыл басылып, тыныштық орнады. Сосын Иса шәкірттеріне қарап, «Сенімдерің қайда?» деді. Ешкім үндемеді. Олар әуелі дауылдан қорқса, енді Исадан біраз шошыды. Ол кәдімгі қарапайым адамға ұқсағанмен, жел мен толқындар оның бұйрығына мойынсынды. Шынында бұл кім өзі? Деп өзара күбірлесті шәкірттері. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде, санаңда қалсын. Кездескенше. Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Малғұрада туған патша. Ағаш ұстасы Жүсіпті мұң басты. Өзі жақсы көріп, атастырылған қалыңдығы Мәриямның аяғы ауыр боп қалыпты. Алайда бала Жүсіптен емес еді. Олар әлі үйленген де жоқ болатын. Ол жайында өсек аян тарала бастады. Жүсіп Мәриямнан бас тартпақшы болды. Сол түні оған түсінде Тәңірдің періштесі аян беріп, Дәуіттің ұрпағы Жүсіп, қалыңдығың Мәриямға үйленуден қорықпа. Ішіндегі баласы киелі рухтан пайда болған. Мәриям ұл туады, оның атын Иса деп қоясың. Өйткені ол халқын күнәларынан құтқарады, деп хабарлады. Иса деген есімнің мәні Құдай біздің құтқарушымыз.
Ұйқыдан оянғанда Жүсіптің иығынан ауыр жүк түскендей болды. Жұрт не десе о десін, ол Мариямға үйленіп, оны және нәрестені қамқорламақ. Көп ұзамай Рим патшасы Август бұйрық жариялап, Рим империясының әр тұрғыны ата мекенінде ресми тізімге тіркелсін, деді. Осылайша патша барлық адамдарға бас салығын төлетпек болды. Жүсіп Дәуіт патша тұқымынан шыққандықтан, амалсыз Дәуіттің ата мекені Бетлехем қалашығына баруға дайындалды. Мариямды ертіп алып, оңтүстікке қарай нашар жолдармен 130 шақырымдай жаяу жүрді. Азық-түлік, бірсыпыра киім-кешек және жақында дүниеге келетін нәрестеге керек заттарды олар есекке артып алды. Олар Бетлехемге жеткенде Мариям жол соғып, қатты нашарлаған еді. Бірақ олар тоқтайтын бірде-бір жай табылмады. Қонақ үйде кісі толы екен. Оның иесі Мариямға жаны ашығанмен, мал қорасынан ғана орын бере алды. Қора іші иіс, былғаныш болса да, Мариям аздап тыныға алатын еді. Сол түні Мариямның ұлы дүниеге келді. Оны құндақтап, ұйықтау үшін малға шөп салатын ақырдың ішіне жайлап жатқызды. Қала маңындағы төбелерде біраз қойшы отарын күзетіп жатыр еді. Түн қараңғы, айнала тып-тыныш болатын. Анда-санда ғана маңыраған қойдың даусы естіліп тұрды. Міне, осы кезде аяқ астынан көз қарықтырар сәуле пайда болып, жігіттердің көзі түк көрмей қалды. Осы жарықтың ішінен бір періштенің үні естілді. Қорықпаңдар, мен сендерге және бүкіл халыққа қуанышты хабар әкелдім. Құтқарушы Құдайдың уәде еткен патшасы бүгін Бетлехемде дүниеге келді. Нәрестені қора ішіндегі ақырдан табасыңдар. Кенеттен малшылар Құдайды мадақтап тұрған сансыз көп періштелерді көрді. Олар бұлай деп ән салды: көкте Құдай құрметтелсін, жерде оны жақсы көретін адамдардың бәріне амандық болсын. Періштелер ғайып болған соң, айналаны қайтадан қараңғылық басты. Қойшылар бір-бірімен ақылдасып, біз дереу Бетлехемге барайық, онда не болғанын көрейік, деп шешті. Олар қойларын қауіпсіз жерге жайғап, қалашыққа қарай асықты. Қорадан Мариям мен Жүсіпті және ақырда жатқан нәрестені тапты. Сонда олар періштенің айтқанының бәрі де рас екенін көрді. Бастарынан кешкендерін Мариям мен Жүсіпке түгелдей айтып берген олар кері қайтып кетті. Жолшыбай кездескен әрбір адамға қасиетті нәресте және періштенің ізгі хабары туралы айтып, ән салып, Құдайға көріп естігендері үшін ризашылық білдірді. Бұл олар үшін мәңгі есте қалар түн болды. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде, санаңда қалсын. Кездескенше.